Қалайсыздар, бұл практика плейлисті. Біз екінші юнитқа келдік, яғни біз дейтін Essential Grammar News деген кітап бойынша сабақтар өтіп жатырық. Ол кітапта 100-ден көбесе сабақ бар, және сол сабақтарға жаттығулар видеосын дайындап жатырмын сіздерге. Бірінші видео жазылған еді. Бұл екінші видео, яғни бұл екінші сабақ. Екінші сабақтағы үй жұмыстары. Егерде осының екінші сабағының түсіндірме сабағын қарағыңыз келсе, онда дейтін Essential Grammar News деген плейлистқа, яғни сабақтарға өтіп, осының екінші сабағын қарап шығуға болады. Содан кейін барып, осы үй жұмыстарына қайтып, үй жұмыстарын орындап, өткен тақырыптарды өздеріңізге қуаттап алу үшін, иншалла. Әдеттегідей қалай істейміз? Біз дейтін паузаға басып қоямыз да, өзіміз орындауға тырысып көреміз. Содан кейін барып, паузаны алып тастап, мен ответтарын көрсететін боламын, сіздерге жауаптарын көрсететін боламын. Сол жауаптарды өздеріңіздің жауаппен салыстырып, дұрыс болса қуанып деген сияқты, егерде қате болса мән беріп, қай жерде қате кеткенін соған мән беру. Сол кезде сіздің алдында өткен сабағыңызды бұл сабақтармен күшейтіп аласыздар, түсінігін, иншалла. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ, екінші сабақтың бірінші сұрағы. Find the right answers for the questions. Мына сұрақтағы дұрыс жауаптарды тап дейді. Қараңыз. Where is the camera? Камера қайда дейді. Мына жерде бірінші подсказка берілген G деп тұр. G-да жауабы in your bag. Сенің сумкында. Сенің сумкында. Where's the camera? In your bag. Сенің сумкында. Енді екінші сұрақ. Is your car blue? Blue. Сенің машинаң көк пе? Осы A, B, C, D, A, F, G осылардың ішінен дұрыс жауапты іздеп жазып көріңіз екіншіге. Үшіншісі. Is Linda from London? Linda Лондоннан ба? Деген. Осы жауаптардан қарайсыздар да, үшке сол әріпті жазасыз. Am I late? Мен кешіктім бе? Тағы да жауаптарын қарайсыз да, дұрысын әріпін жазып қоясыз. Where's Anne from? Анна қайда? Қайдан? Соған дұрыс жауаптарын қараңыз. Әзірше осы 5-ке дейін дұрыс жауабын қарап көрейік. Соны талқылап көрейік. Содан кейін 6-шы сұрақтарды кері оқып бастайтын боламыз. Так, дұрыс жауаптарын шығардық. Екінші сұраққа F екен дұрыс жауабы. Is your car blue? Сенің машинаң көк пе дейді. F-та қалай деген? Black деген. Қара деген. Is your car blue? Сенің машинаң көк пе? Black жауабы. Қара. Сөйтіп, тек жауабын осылай нақты түсті айтумен де жауап беруге болады екен. Black, white, blue деген сияқты. Жоқ, менің машинам көк емес деп жауап беріп отырмай-ақ, black деп жауап беруге болады екен. Is Linda from London? Linda Лондоннан ба дейді. H, үшіншіге H келіп тұр. H-ті қарайды. No, she's American. Жоқ, ол Америкадан дейді. Is Linda from London? Linda Лондоннан ба? No, she's American. Жоқ, ол Америкадан. Дұрыс жауап берген боларсыздар деп ойлаймын. Төртінші сұрақ. Am I late? Мен кешіктім бе? Am I late-қа 4-ке C-ді қойған. Yes, you are. Иә, сен кешіктің. Yes, you are. Иә, сен кешіктің дейді. Бесінші сұраққа. Where's Anne from? Анна қайдан? A, London деп тұр. London. Where's Anne from? London. Жауап. Енді 6-шы сұрақ. What color is your bag? Сенің сумкың қандай түсті? What color is your bag? Соған жауапты жазып көріңіздер. Are you hungry? Сен ашсың ба? Осыған да жауап тауып көріңіздер. How is George? George қалай? Жағдайы қалай яғни. Who is that woman? Бұл әйел адам кім? Who is that woman? Бұл әйел адам кім? Осыған стоп басып, қайсысы F па, G ма, H па, бір дәптер алып, соған жазып әзірше көрсеңіздер, содан кейін қазір дұрыс жауабын көріп салыстырасыздар. Так, 6-шы сұрақтың жауабы What color is your bag? Сен сумкың қандай түсті дегенге И-ді қойған, ені black дейді. Черный. Black. Дұрыс жауабы. 7-ші. Are you hungry? Сен ашсың ба?
дегенге be-ді қойған. Be деген no, I'm not. Жоқ, мен аш емеспін деген. How is George? George қалай? 8-ші сұрақ. 8-ші сұраққа I. Жауабы very well. How is George? Very well. Жақсы деген. 9-ші сұрақ. What's that woman? Who's that woman? Бұл әйел адам кім дегенге 9-ші сұраққа D. My sister. Менің әпкем. Дұрыс жауап. Осылай жазған боларсыздар деп ойлаймын. Екінші жаттығуда make questions with these words. Бұл сөздерден сұрақ белгісін құра дейді. Мына жерде бірінші мен екіншісін сіздерге подсказка ретінде көрсетіп қойған. Is келіп тұр, at home келіп тұр, your mother келіп тұр біріншіде. Соны сөздерді ауыстырып, дұрыс сөйлем, дұрыс сұрақ құрастыру. Is your mother at home? Сенің анаң үйде ме? Деген сұрақ осылай болады. Бірінші is келеді, содан кейін your mother келеді, содан кейін at home келеді. Your parents, екіншіде your parents are well. Сенің ата-аналарың жақсы деп тұр. Сұрақты қою үшін аны бірінші қоямыз алға. Are your parents well? Осылай сұрақ қойылады. Енді 3, 4, 5, 6-ны өздеріңіз жазып көріңіздер. Стопқа басып қойып, содан кейін біз дұрыс ответін көрсететін боламыз. Дұрыс жауабын көрсететін боламыз. 3-ші сұрақ interesting is your job болды. Оның дұрыс сұрағы is your job interesting? Осылай болады. 4-шісі the shops are open today. Магазиндар бүгін ашық. Are the shops open today? Бүгін магазиндар ашық па? Деген сұрақ дұрыс болады. 5-шісі from where you are дегеннен where are you from? Сен қайдансың деген. Осындай сөйлем шығады. Interested in sport. Сосын you are. Осы сұрақ қалай болады? Are you interested in sport? Енді соңғы 7, 8, 9-ды да жазып көріңіздер. Содан кейін оны да біз тексеретін боламыз. 7-ші is near here the post office болды. Дұрыс сұрағы is the post office near here? Почта мына жерге жақын ба? Деген сұрақ. At school are your children? Are your children at school? Сен балаларың школда ма, мектепте ме? Осылай болады. You are late, why? Why are you late? Неге сен кешіктің? Осылай болады дұрыс. Дұрыс жауап берген шығарсыздар деп ойлаймын. 3-ші сұрақ complete the questions. Сұрақтарды толықтыр дейді. Use what, who, where, how. What, who, where, how деген сөздерді қолдан дейді. Мысалы міне біріншісінде подсказка берілген your parents. Жауабында they very well. Олар жақсы дейді. Сонда қандай болады? How are your parents? Сенің ата-аналарың қалай? Жағдай қалай дегенде осы how-ды қолданамыз. 4-ке дейін жауап беріп көріңіздер, жазып, содан кейін дұрыс жауабын шығарамыз, иншалла. Екіншісі where немесе where's деген болады. Where's the bus stop? Bus stop қайда? At the end of the street. Көшенің соңында. 3-ші сұрақ how old are болады. Сенің балаларының жасы нешеде деген. 4-ші сұрақ how much are these oranges? Бұл апельсиндер қанша тұрады деген болады сұрақ. Енді 5, 6, 7-ге жауап беріп көріңіздер. Стопқа басып қойып, сосын тексеріп көріңіздер. 5-ші what is your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай дейді. 6-шыда who is the man in this photograph? Бұл фотода бұл ер адам кім деген. 7-ші what color are your new shoes? Сенің жаңа туфлиінің түсі қандай деген. 4-ші сұрақ write the questions. Сұрақтар қой дейді. Мысалы біріншісін қарайтын болсаңыз, екінші адам Паул деп жауап беріп тұр. Демек мына жерде жақшада name деп тұр. Демек атқа қатысты, ол атын айтып тұр. Демек what's your name? Осылай ойлап, логический ойларды құрастырып, сұрақтарға жауап беріңіздер. 5-ші сұраққа шейін жазып көріңіздер, сосын тексеріп көрейік. 2-ші сұрақтың жауабы are you American? Сен американдықсың ба дейді. Айтады no, I'm Australian. Жоқ, мен австралийцпін дейді. 3-шісі how old are you? Жасы нешеде? I am 30. 30-тамын. 4-ші a teacher, are you a teacher?
сен ұстазсың ба? No, I'm a lawyer. Жоқ, мен адвокатпын дейді. 5-шіге married, are you married? Сен үйленгенсің бе? Yes, I am. Иә, мен үйленгенмін дейді. Енді 6, 7, 8, 9-ды жазып көріңіздер. 6-шы wife, a lawyer. Lawyer. Әйелім не дейді? Әйел адвокат дейді. Is your wife a lawyer? Сенің әйелің адвокат па? No, she's a designer. Жоқ, ол дизайнер дейді. From, where's she from? Ол қайдан? She's Italian. Ол итальяндық дейді. 8-ші her name, what's her name? Оның есімі қалай? Анна дейді. 9-ші how old is she? Ол жасы нешеде? She's 27. Ол 27-де дейді. Келесі соңғы 5-ші сұрақ. Write short answers. Yes, I am. No, he isn't. Қысқа жауаптарды жазыңыз дейді. Мысалы, are you married? No, I'm not. Жоқ, I'm not. Жоқ, мен үйленбегенмін деген. 2 мен 3-ті жазып көріңіздер. Жауабы қалай болады екен. 2-шіде are you thirsty? Сен шөлдегенсің бе десе, yes, I am деп айтуға болады. Немесе no, I'm not деп айтуға болады. 3-шіде it's cold today. Бүгін күн салқын ба? Yes, it is. Yeah, күн салқын деп айтуға болады. Немесе no, it's not деп айтуға болады. 4, 5, 6-ға жауап беріп көріңіздер, стопты басып қойып. 4-ші жауап are your hands cold? Сенің қолдарың салқын ба? Яғни сенің қолдарың тоңып қалды ма? Yes, they are. Иә, олар тоңып қалды. Немесе no, they are. Жоқ деген жауап. Is it dark now? Қазір қараңғы ма? Yes, it is. Иә деген. Немесе no, it's not дейміз. Are you a teacher? Сен ұстазсың ба? Егер де yes ұстаз болсаңыз, yes, I am. Егер де жоқ болсаңыз, no, I'm not. I'm not a teacher. Осымен сабағымыз, осымен үй жұмысы болған сабақ тамамдалды. Егер де ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар.